Сәлеметсіздер ме, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода біз ағылшын тілі пәнінің 3-ші тоқсан бойынша ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл ТЖБ-да 4 тапсырма бар, орындалу ұзақтығы 40 минут. Олай болса, алғашқы тапсырмадан бастайық. Бірінші тапсырмамыз бұл listening, яғни тыңдалым. Task 1. Listen to the conversation carefully and complete the sentences. You will listen to the recording twice. Аудармасы: әңгімені мұқият тыңдап, төмендегі сөйлемдерді толықтырыңыз. Және де сіз бұл аудионы 2 рет тыңдайтын боласыз. Құрметті оқушылар, аудионы тыңдамастан бұрын сіздерге мұғалімдеріңіз мына төменде берілген асты қызылмен сызылған сөздерді әріптеп оқытатын болады. Сол себепті бірінші осы сөздердің ағылшын тілінде қалай әріптеп оқылатынын үйренейік. Бірінші сөз windy. Әріптеп оқитын болсақ W-I-N-D-Y. Екінші сөз lightning. Әріптеп оқитын болсақ L-I-G-H-T-N-I-N-G. Үшінші сөз snowy. Әріптеп оқылуы S-N-O-W-Y. Төртінші сөз cloudy. C-L-O-U-D-Y. Енді осы сөздерді мұғалімдеріңіз сіздерге әріптеп оқытты. Келесі сіздерге аудионы тыңдататын болады. Енді аудионы тыңдайсыздар. Мына жерде сөйлемдердің қасында қызылмен жазылған сөздер бұл аудионың дұрыс жауаптары. Олай болса, сөйлемдерді аударып көрейік. Бірінші сөйлем There is thunder and lightning now in America. Америкада қазір күн күркіреп жатыр және де найзағай ойнап жатыр. Екінші сөйлем In northern Canada, the weather is cold and snowy. Оңтүстік Канадада ауа райы суық әрі қарлы. Үшінші сөйлем The weather in Europe is windy. Европада ауа райы желді. The weather in Asia is cloudy and warm. Азияда ауа райы бұлтты әрі жылы. Оқушылар, енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырма reading, яғни оқылым. Task 2. Read the text, identify true and false sentences. Екінші тапсырма мәтінді оқы және де дұрыс-бұрыс сөйлемдерді анықтаңыз дейді. Олай болса, бірінші мәтінді оқып, аудармасын біліп алайық. Tom is an animal lover. He admires all animals. When he was a kid, Tom read many books about animals. The most exciting thing for him was going to the zoo. Том жануар сүйгіш адам. Ол барлық жануарларды жақсы көреді. Том кішкентай кезінде жануарлар туралы көптеген кітаптарды оқыды. Ол үшін ең қызықты нәрсе зоопаркке бару болатын. He could spend hours watching the animals walk around, sit, or even sleep. When Tom was older, he went on a safari to Tanzania. He saw animals in wild nature. Ол жануарлардың айналада жүргенін, отырғанын, немесе тіпті ұйықтап жатқанын сағаттар бойы қарап отыра алатын. Том есейген кезінде Танзанияға сафариге барды. Жабайы табиғатта жануарларды көрді. Now Tom thinks about the future of animals. Some of his favorite animals are dying out. Tom thinks that people need to save wild nature. Children must have the chance of seeing animals in the wild in future. Енді қазір Томды жануарлардың болашағы ойландыруда. Оның сүйікті жануарларының кейбіреуі жоғалып бара жатыр. Том адамдарға жабайы табиғатты сақтау керек деп ойлайды. Балалардың болашақта жабайы табиғатта жануарларды көру мүмкіндігі болуы керек деп ойлайды. Оқушылар, біз мәтінді аударып, мағынасын түсініп алдық. Енді төменде берілген сөйлемдердің қасына дұрыс-бұрыс деп жазып шығайық. Бірінші сөйлем Tom doesn't love animals. Том жануарларды жақсы көрмейді. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Әрине бұл бұрыс, дұрыс емес. Себебі ең бірінші сөйлемде Томның жануарларды жақсы көретіндігі жайлы айтылған. Екінші сөйлем Tom liked to go to the zoo very much.
Том зоопаркке баруды өте қатты ұнататын. Бұл сөйлем дұрыс, true. Үшінші сөйлем. When Tom was a kid, he went on a safari to Tanzania. Том кішкентай болған кезде ол Танзанияға сафариге барды. Бұл сөйлем дұрыс емес, false. Себебі Том кішкентай кезінде емес, есейген кезінде Танзанияға барды. Төртінші сөйлем. He saw wild animals in cages in a safari park. Бұл сөйлем false, дұрыс емес. Том жануарларды сафари паркінде клетканың ішінде көрді дейді. Ал мәтінге келетін болсақ, Томның жануарларды клетканың ішінде емес, жабайы табиғатта көргендігі айтылған. Сол себепті бұл сөйлем false. Бесінші сөйлем. People must save wild nature. Адамдар жабайы табиғатты қорғап сақтау керек. Бұл сөйлем дұрыс, яғни true. Келесі тапсырма writing, яғни жазылым. Task 3. Link the sentences. Fill in the gaps with connectors so, or, because, and. Use each connector only once. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырыңыз. Төмендегі сөйлемде бос тұрған жерлерді сондықтан, немесе, себебі және жалғаулықтарымен толықтырыңыз. Әрбір жалғаулықты тек қана бір рет қолданыңыз дейді. Бірінші сөйлем. When it is raining, people wear raincoats or take an umbrella. Бұл сөйлемде біз or жалғаулығын қолдандық, яғни немесе жалғаулығын қолдандық. Аудармасы, жаңбыр жауған кезде адамдар жаңбыр өткізбейтін пальто немесе зонтик алады. Екінші сөйлем. We put on warm coats and mittens because we are going to make a snowman. Бұл сөйлемде because жалғаулығын қолдандық. Біз жылы пальто және қолғабымызды киіп алдық. Себебі біз ақылы жасағалы жатырмыз. Үшінші сөйлем. It is very hot today, so we are wearing t-shirts, shorts and sandals. Бұл сөйлемде so жалғаулығын қолдандық. Бүгін күн өте ыстық, сондықтан біз футболка, шорты және босоножка киіп алдық. Төртінші сөйлем. It is cool and wet in autumn, and sometimes it can be windy and foggy. Бұл сөйлемде біз and жалғаулығын қолдандық. Аудармасы, күзде ауа райы салқын әрі ылғалды, және кейде күзде жел соғып, тұман болуы мүмкін. ТЖБ-ның ең соңғы тапсырмасы бұл speaking, айтылым. Task 4. Work in pairs. Choose one picture. Look at the picture and talk to your classmate about it. Describe the picture, ask and answer questions. Төртінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіз жұп болып жұмыс жасау керексіз. Төменде берілген суреттен біреуін таңдауыңыз керексіз, және де сол суретке қарап, қасыңыздағы сыныптасыңызбен сол сурет туралы сөйлесуіңіз қажет. Суретті сипаттап, бір-бірлеріңізге сұрақ қойып, сол сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Мына жерде мысалдар берілген. Осы мысалдағыдай сіз өздеріңіздің әңгімелеріңізді құрауыңыз қажет. Олай болса, мысалды аударып көрейік. Example. Student 1. What can you see in the picture? Суретте не көріп тұрсың? I can see a zoo in the picture. Мен суретте зоопарк көріп тұрмын. Do you like to go to the zoo? Сен зоопаркке барғанды ұнатасың ба? I like to go to the zoo to watch animals and birds. Мен зоопаркке құстарды және жануарларды көру үшін барғанды ұнатамын. What animals are there in the zoo? Зоопаркте қандай жануарлар бар? There are many different animals there. Ол жерде әртүрлі көптеген жануарлар бар дейді. Екінші мысал. Do you like to visit zoos? Сен зоопаркке барып тұрғанды ұнатасың ба? Yes, very much. Sometimes I go to the zoo with my family. Я өте қатты ұнатамын. Кейде мен зоопаркке отбасыммен барамын. What can you do there? Сен ол жерде не істейсің? We can feed animals there. Біз ол жерде жануарларды тамақтандыра аламыз. What animals do you like? Саған қандай жануарлар ұнайды? I like all animals. Маған барлық жануарлар ұнайды. Достар, енді мен қазір сіздерге арнап осындай диалог құрастырдым. Екінші суретке қарап алыңыздар. Екінші суретте
балалар аққала жасап жатыр. Енді бірге осы екінші суретті сипаттайық. What can you see in the second picture? Екінші суретте не көріп тұрсың? I can see kids making a snowman. Мен аққала жасап жатқан балаларды көріп тұрмын. Why are they making a snowman? Олар неге аққала жасап жатыр? They are making a snowman because it is fun. Олар аққала жасап жатыр, себебі аққала жасау өте көңілді. Do you like making a snowman? Саған аққала жасаған ұнай ма? Yes, very much. Mostly I make a snowman with my friends, but sometimes I make it with my family. Я, маған аққала жасаған өте қатты ұнайды. Көбінесе мен аққаланы достарыммен бірге жасаймын, бірақ кейде аққаланы мен отбасыммен бірге жасаймын. Құрметті оқушылар, осы секілді сіз мына 4 суреттен біреуін таңдап сипаттауыңыз қажет, немесе менің көрсеткен осы диалогымды қолдансаңыздар болады. Осымен біздің 4-ші сыныптың ТЖВ тапсырмаларын аяқтадық. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.